бағдарламада. Жарқыраған жұлдыздар өзара қырық пышақ болып жатыр. Ал енді қазіргі жаңа стендапты сіздер модный көріп, жаңашаланған деп қымбат көріп тұрсыздар ғой. Негізінде ол өте арзан дүние. Олар тоқырауға ұшырағандықтан да осындай жаңа бағыттар шығып жатыр. Өйткені олар өздері жаңашыл емес, тоқтап қалды. Тоқырауға той бизнесте ұшырауда. Бұдан бір 2 жыл бұрынғы карантиннің уақытында арасында көп жағдай әлсіреді, кейбірі құлдырады. Енді той саласында да ол айналып өтпеді. Заманбекті көрдім да, бір көз жасымды төгіп алдым деп айтсам да болады. Мұндай жастарға ағалардың айтары бар. Вокалдың В деген әрпін көрмегендер қазір ән айтып звезда болып жүр ғой, ішіне керек. Бұл бағдарлама тек ұрыстан тұрмайды, махаббатты да айтамыз. Всегда говорила всем, что я никогда не выйду замуж ни за режиссера, ни за актера. В итоге, вот, пожалуйста, я вышла за режиссера и продюсера по большой любви. Ал Берік Тұрсынбековтың келіншегі қайда? Екеуміз екі жаққа бұрын дабыл айырылысып кетер ме дейді. Осы және өзге де жаңалықтардың иесі жарқыраған жұлдыздар. Дәл қазір. Әй, көз тимесін деп айтып атырмын, айттым ғой жаңа саған. Ой, көз тимеген қайдан бара-бара әркімде жексұрын болып барады ғой, апа. Жексұрын болсаң қайта ұзақ жасайсың. Байқамайсың ба, жексұрындар өлмейді ғой. Сіз қанша келіп қалдыңыз? Ең бар менің жасымда. Әй, осың бала былай. Енді сен күйеу балам болсаң да, білесің ғой, мен сені баламдай жақсы көремін ғой. Жүрген жерінде мақтап жүремін ғой сені ше. Қатысып тұрған жоқ, бірақ айта бересіз сонда да. Шымкент шоу театрын 7-ші арна көрермені жақсы таниды. Себебі жоғары рейтингтерге ие болған осы театр актерларының қатысуымен түсірілген Зың-зың күлпәш телехикаясын біздің арнадан көрдіңіздер. Естеріңізде шығар. Бәріміз күйеуміз ғой сен. Қалай жақсыңдар ма, аман екендер? Аман ба? Күйеу бала қалай, күйеу бала? Ой, күйеу балаларың жақсы шауып жүр. Шүкір. Ойбай, бізде қалада бар ғой, күн ыстық болып кетті ғой. Содан кейін апа ойладым, ай мен ауылға барып, 1-2 күн демалыста аунап, қонап қайтпайын ба дедім. Иә, бір кісілер аунатса. Ойбай, жаттан домалай бер құрсын. Иә. Мен есімім Берік болады. Күлпәш демей тұрғанда айтып қойыншы. Қазір қорқып кірген жерде есімім Берік деп күреді. Қазір баласын есінен шығып кетеді ғой, мәз ол шақырған жерге жетіп барсын. Ой, Күлпәш келді. Ыңғайсызданып қалады екенсің. Қазір Күлпәш тез аудып қалатын бұл састан. Сақал да қойып көрдім, осы Күлпәш демей-ақ қойсыншы мені. Күлпәш аға деген шығады сосын қойдым. Жаңа жылды бұл театр жаңалықпен бастады. Елордада концерт берді. Басында ақыр концертті биылғы гастрольдік турды бастайтын болғаннан кейін осы өзіміздің бас қаладан бастағанды жөн көріп, Құдай қаласа деп. Одан кейін енді біз жылда көктемде келеміз негізі. Немесе 8-ші наурыз, немесе наурызға қарсы. Астанаға былай оңтүстіктен жылылық көктем алып келеміз дегендей ғой. Өзімізше сөйтіп ойлап жүрміз. Бізге тиіспеңіздер. Сіздерге тиіспейміз ғой, тиісетін өздеріңіз. Осы жолы стендаперлерге тиісті Берік мырза. Ол стендап деп қазір жаңашалап алғанымен ол бұрыннан келе жатқан нәрсе. Бізде монолог дейді. Моно адам жалғыз өзі шығып орындайтын, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе. Ал енді қазіргі жаңа стендапты сіздер модный көріп, жаңашаланған деп қымбат көріп тұрсыздар ғой. Әзіл-сықақ театрының өкілі жастар жақсы көретін стендап жанрын арзан деп бағалады. Стендаперлердің өздері де үнсіз қалмақ емес. Ал таяқ жерге тасталды, әзіл-кештердің арасында ұрыс-керіс басталды. Даудың басы Дайрабайдың көксейірі емес, әзілдің сапасы болып тұр. Негізінде ол өте арзан дүние. Тоқырауға ұшырағандықтан да осындай жаңа бағыттар шығып жатыр. Өйткені олар өздері жаңашыл емес, тоқтап қалды. Ол жай сен мысалға азанда мен тұрдым, жұмысқа шейін барған бір қызық оқиғаны айтып бере салу болды. Тоқтап қала қоймай артқа кетіп қалды деуге болады. Сондықтан қазір сынаудан басқа шығармашылықпен айналыса алмай жүр. Мақыл қазіргі заманауи тілмен айтайық, мына жастар орындап жүр ғой. Уәлибек ағадан артық орындайтын мен бір стендапер көрген жоқ. Ол Тұрсынбек болсын, ренжімес, мен досым болса да айтайын, ол Қанат болсын, ол басқа болсын. Ол әкеңі сияқты әңгімені жеткізіп бере алмайды. Қазақ тіліндегі стендап комиктердің барлығы мойындайды. Бізде Қазақстандағы монолог бойынша номер 1
монолог айтатын адам ол Уәлибек Әбдірайымов деп. Қазақстандағы ең бірінші стендап комик деп Құдайберген Сұлтанбаев деп бәрі мойындап айтып жүреді. Бірақ енді ол кісілер екен деп біз сонымен айналыспай қоймаймыз ғой. Сосын жаңағыдай бұл кез келген адам айта алатын нәрсе деп көп ойлайды. Сайлаубектердің несі ғой, тағдыры. Сайлаубек кезінде де біз қалай, ойбай, Сайлаубек жұлдыз болды ғой. Каким образом ол, қалай жұлдыз болған білмейміз, бірақ жұлдыз болды. Қазір қайда? Сол сияқты ол нәрсе жарқ етіп, бүгін стиль өзгере береді. Бүгін стендап болады, ертең басқа атауымен шыға береді олар. Өзгере беруі мүмкін. Ал түбінде бәрібір театр қалады. Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Болмас елдің баласы не айтып жүргенін өздеріңіз де білесіздер. Кейбір әзіл актерлары болар елдің баласы болуға тырысты. Қазір КВНнен шыққан жігіттер көп қой. Мен мысалы оларға оқымаған деп айта алмаймын. Тума таланттар бар ішінде көп. Айта алмаймын. Мен оны бөліп жармаймын. Мен оққан, сен оқымаған деп. Өйткені себебі кейбір оққандардан да қатты ойнайтын жігіттер бар КВНнің ішінде ше. КВНнен шыққан жұлдыз жігіттерден. Әркім қожайын, әркім білгенін істеп жатыр. Қалай айтсам болады? Мен негізі шынымды айтайыншы. Мен өзім Жайдарманда ойнадым ғой, қазақша КВНде. Осыдан 15 жыл бұрын. Сол кезде олар қазақша КВН сынап жүретін. Сол кезде айтқан бір сөзім бар. Егер сол әзіл сықақ театрлары шынымен де кезіндегідей мықты болса, мүмкін біз сияқты жайдарманшылар, стендап комиктер шықпайтын еді. Егер қолынан шынымен келсе, келдіңді стендапты жыртып бізден тартып алсын да. Әзіл әлемінде осындай дау орын алды. Бірақ бұлай болды екен деп ешкім қол қусырып отырмақ емес. Театр өкілдері өздерінің жеке концерттерін жарыста жасауда. Енді әзірге біздің әзіл әлем театры тоқтап тұр ғой, енді жеке балалар шығып жатыр. Қанат пен Қайрат 40 жасына байланысты екеуі бірігіп концерт қойып жатыр. Тұрсынбек өзі жеке аралап жүр. Жеке көрейік деген 1-2 жыл сондай бір жоспар болған. Қанат екеуміз бастап концертімізді бүкіл Қазақстанда аралап 76 күн гастрольдік іс-сапарменен соңында осы 15 желтоқсанда Астана қаласында түйіндедік. Осы тағы да біздің Қанат екеуміздің әзіл кешін концертпен осылай түйіндегіміз келіп отыр көктемде. Өткені күзде барған халық бізді тағы да ұмытып қалмасын, тағы да бір жақсы көңіл күй сыйлайық деген ниетпенен. Бір жағынан біздің бұл творчестволық бір өсуімізге, өнуімізге үлкен септігін тигізетін жоба деп білем. Соған біз қатты дайындық үстіндеміз. Бұл концертті көрдік, әлеуметтік желіде де тарады, ел аузында да болды. Қайрат пен Қанаттың сара жолын қууға басқа әріптестері де ниетті. Қазір тамаша театр бар болғанмен, ал ісі анда-мында ғана концерттер қойып жатырмыз. 45 жылдықта атаулы мерекелерді. Қазір біз осы маңды енді қарап жүрмейік деп, әзіл саласы деп айтып кеттім ғой, көп адамдар бара бермейді. Біз сол саланы қамтыған екен. Қазір Бәке Сәке деп, Бауыржан Орда, Саттар Ерубаев осы сәуірдің 1-нен бастап Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Кентау, Жетісай, Шәуілдір 12-сіне дейін Таразбен, Жаңатаспен тоқтаймыз. Ауылға, туған жерге осы биыл онысына 40 жасқа келіп жатырмыз. Елге сәлем беру мақсатында, есеп беру мақсатында. Бір ел болса біздей болсын, қалжыңдары жарасқан, күңіреніп келгендер күлім қағып тарасқан. Бір ел болса біздей болсын, мысқыл айтып таласқан, жезде балдыз жеңге қайны қалжыңдаса таң атқан. Күзде бұйырса сол Астана, осы республика сарайына арманымыз ғой, кез келген солдат генерал болуды армандамаған солдат емес дейді. Сол сияқты кез келген актер республика сарайында бір концерт беруге армандайды шығар. Оған дейін де шығармашылық кешімді бергем. Соны енді биыл 40 жаста нағыз қиып түсер қылыштай уақытымызда ел аралайық, жер көрейік. Оған дейін де гастрольдермен барғанбыз, бірақ өзіміз жеке дара, жаңа сіздің сұрағыңызға Бауыржан Орда, Саттар Ерубаев, Бәке Сәке кел күлейік жобасымен
аралап оңтүстікті аралаймыз, одан кейін Павлодар, Екібастұзда достарымыз шақырту түсіріп жатыр, бізге де келіп әзілдер ұсыныңыздар деп. Тамаша өлмейді ғой негізі. Тамашаны өлтірмеймін деген бізде ақ болсын, әзілді ұсынып, сол тамашаның шапанының астынан шыққан біздер. Соны ары қарай жалғастыра береміз. Алдағы уақытта бірігіп, тағы да 15 жылдық келе жатыр, соған концерт береміз. Қызығы сол, жеке концертті стендаперлер де беруде. Мен енді алдағы бір 2-3 айдың ішінде өзім жеке кешімді жоспарлап отырмын. Олардың қатарына жаңа өкілдер қосылмақ. Стендап комедия қазір айналысып жатырмын. Құдай қаласа бір жылдың ішінде Қазақстанда бір жақсылап бір тур жасап, YouTube'қа да бір жақсы әуендеріміз шығады, Құдай қаласа. Ой, әуен деп концерт. Аузыңыздың күлпәж жастардың бұл ісі әшейін әурешілік деген пікірінен қайтпақ емес. Қазір күлдіру оңай ғой, мысалға жаңағы тұрып өзіңнің бір қызықты басында біз енді ондай нәрселерді біздің театрда мысалға біз көрерменге айтуға артық деп ойлаймыз да. Біз ол өзіміздің достардың арасында, өзіміздің отырыстарда айтылатын әңгімелер. Ал қазір соның бәрі сахнаға шығып кетті. Ол бытовуха. Сондықтан ол уақытша нәрсе, ол бүгін бар, ертең жоқ. Олар енді өздері сол өнер академияларын сондай жерлерді бітіргеннен кейін өздерін басқаларын сәл биік санайды, мүмкін тым биік санайды. Жоқ, олардың арасында да дипломсыз актерлар бар екен. Бізде Бекең өзі жаңа актерский оқымаған, дәуреніміз юрист, мен электрик, каталогымыз, қарлығашымыз тағы солай оқымаған. Енді оққан жастарды алып жатырық. Ең бастысы мінезіне байланысты алып жатырық. Бітпейтін бұл дауды сәл кейінге қалдырайық. Шымкент шоудың концертіне оралайықшы. Негізі концерт жақсы өтті. Алда көретіндеріңіз той бизнес тоқырап кеткен бе? Одан бір 2 жыл бұрынғы карантиннің уақытында расында көп жағдай әлсіреді. Кейбірі құлдырады. Заманбекті көрдім да, бір көз жасымды төгіп алдым деп айтсам да болады. Мұндай жастарға ағалардың айтары бар. Вокалдың В деген әріпін көрмегендер қазір ән айтып звезда болып жүр ғой, ішіне керек. Әсел Қалиеваның күйеуі қай режиссер. Всегда говорила всем, что я никогда не выйду замуж ни за режиссера, ни за актера. В итоге, вот, пожалуйста, я вышла за режиссера и продюсера по большой любви. Ал Берік Тұрсынбековтың келіншегі қайда? Екеуміз екі жаққа бұрын дабыл айырылысып кетерме дейді. Шман апа бірдеңе бүлдіргелі жүр. Шман event той дегенше, сол мен емес, бірақ енді бауырларым менің той саласын жүрген, ерке осындай ашайықшы деді да, жарайды ашыңдар деді. Пингвин құсып, неғып жүрсіңдер екен? Ренжімеңіз, ескертпей келген. Сұлулық қой. Сұлулық қой. Сіз сұлусыз деп ады, сіз сұлусыз. Шымкент шоу театрының кешіне барған дарманда, бармаған дарманда. Халық әдеттегідей астарлы әзілге қарық болды. Лық толы зал ду күлкіге оранды. Мұның бәрі әзілдің сапасы мен актердің жайдары мінезінің арқасында дейді Шымкент шоулықтар. Біздің басты мақсат оның актерскийінен гөрі бірінші мінезіне байланысты жұмыс жасаймыз. Мысалы, біреулер кісі болып арамызда бір 3 ай жұмыс істейтін шығар. Ал бізде мінезбен түсінісеміз деп ойлаймыз. Осы мінездің арқасында бізді ұстап тұрған жерде ақша да емес. Жаңағыдай ешқандай. Сай тураласаң мінезіңді арғы күшті. Бізде тек сол мінезбен келіп жатырмыз.
бәрі театрдың мінезін мақтай аламын мен. Кімнің каприз, кімнің душа екені. Өз мақтағаннан біле береді каприздың кім екенін десең. Сұхбат барысында да бір-бірімен қалжыңдасып тұрған қос актерді таныйсыздар. Дәурен мен Нұрболаттың әзілдерін шынымен халық жақсы көреді. Мен айттым, ойбай неғып түспеймін, кеше 2 күн қатарына түстім десем, ойбай сен 2 күн қатарына түскеніңді маған міндет қылма, біз уақытысында понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье түскенбіз дейді. Мен айтамын, ойбай сен понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, біз сен январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь айларында түскенбіз, сен міндет қыла берме деп. Екеуміз жаман ұрысып қалғанбыз. Ол ана көкпет тұқымын мейірімсіз, енді қанша дегенмен ақшаның арасында отырған мен жақтырмайды. Ойбай сен әбді бәлки көз істестірген кім? Сөйтіп тұрғанда хабар келді, шықты. Қазір бұл театрдың актерлары әріптестен гөрі нағыз досқа айналды. Оған себеп Жол досын танығын келсе, жорыққа шық дейді, жолға шық дейді. Біздің шынында да жолда жүргенімізге 20 жыл болды бірге. Адам мінезсіз болмайды ғой. Тем более әртіс адам кәдімгі не сияқты ғой. Көкпарға түскен ат сияқты мінезді болады. Кішкене бойында мінезі болмаса, ол әртіс болмайды. Болмаса жарыққа шықпайды, деген адам таз болмайды деген сияқты. Әдем болып отқан мен үшін не алай біле мінездер бар. мінезі сай келмеді ме әлде басқа бір себептер болып қалды ма? Ол жағы белгісіз. Әйтеуір осы театрдың отанасы көрінбеді концертте. Жұлдызды отбасына не болған деп біздің зәреміз кетті. Жарты сөзбен түсінеміз бір-бірімізді. Кез келген проблема болсын, келеңсіздік болсын, бір-бірімізге ашық айту оңай. Өйткені бір-бірімізді түсінеміз. Оның бағыты мен менің екеуміздің ұстанған жолымыз, ұстанған бағытымыз бірдей болғандықтан біз әлі бірге келе жатырмыз деп ойлаймын. Егер ол басқа сала, менің бағытым басқа болғанда бәлкім екеуміз екі жаққа бұрын дабыл айырылысып кетермек едік. Өнер жолының қандай екенін білгендіктен қарлығаш азаматы үшін оның адалдығы үшін алаңдамайды. Сондықтан да осы концертке келмеді. Театрдағы ұжымдастарының айтуынша сырқаттанып қалған. Ал күйеуі ол туралы жылы-жылы сөйледі. Негізі бұрындары қыздар күйеуге тиген кезде күйеуінің жолын таңдап тиетін. Қазір ондай емес. Қыздардың арманы өз бөлек болып кеткен, еркектердің арманы бөлек. Содан екі жаққа айырылысып жатады. Ал енді біз екеуміздің бір ұтқан пайдамыз сол, екеуміздің арманымызда, көздеген мақсатымызда, алға қойған селімізде бәрі бірдей болғандықтан біз енді шаға кете алмаймыз. Бірге барамыз. Адам өйстіп жатып та өлеме, шәнейіп жатып. Нормально өлмейсің ба, ұқсатып сәл. Әй, каталог, тұр. Жүндім, әй. Каталог? Каталог? Әй, каталог? Каталог? Бір жақсы жері бұл театрға нәзік жандының рөлін сомдайтын актриса қатты қажет емес. Себебі әйелдің образын Берік Тұрсынбековтен артық сомдайтын әйел жоқ шығар сірә. Бұл әйелдің образын сомдау деп айтатындай мен ол сатира негізі. Негізі Күлпаш сатира. Каталог? Шынында сенде бәрі нормальный ма? Керемет. Бір түрлі болып отырсың ғой. Мен бәрін қайдан білесің? Енді білу керек қой, қарапайым нәрсе ғой. Жоқ, білу керек қой, енді бірақ сен шереш қатты біліп кеттің да просто. Бір түрлі болып отырмын, мен түсінбей отырмын ше. Оның жанры сол да. Сондықтан оны серьезный сериал деп қабылдамайды ешкім. Мен өзім де қабылдамаймын, өйткені еркек әйелді ойнап отыр. Сондықтан ол сатира. Ал сатираның заңында керісінше әйелді еркек адам ойнаса қызық өтеді. Мысалға Күлпашқа қай актрисаны сіз елестетесіз? Бізде мықты Жұлдызай бар. Керемет кино түсіреміз. Кино түсіруге $54 миллион бөлінді. Қанша? $54 миллион. Қош өтірік істемес. Өтірік істемес. Осындай әдетің жаман екен. Құласы ма, нормальный құла баспен қатал. Енді әсерлі болсын деген Керек жоқ әсерің, не надо? Бірдеңе айтса болды, деп шығады екен. Қара көз бар. Айтпа.
бізде Дариға бар. Мен деген актрисаларымыз қазір сатирада жүрген, комедияда жүрген. Қайсысын күлпашқа елестетеді? Сол сияқты көрдіңіз бе, ол оны қайсысы ойнаса да жақсы ойнап шығар еді, бірақ бәрібір мынау күлпаш болмайтын еді ол кезде. Басқа Дариғаның қазір сериалға түсетін уақыты жоқ. Кинопродюсер болып кеткелі қашан. Оның үстіне махаббаттан бас айналып жүр. Бізге берген сұхбатты естеріңізде ме? Олжасты былай тереңнен түсінсең мықты азамат. Одан кейін мен таңғалатыным оның мына өмір сүруі қиындауы, жалпы өзінің позициясын айтуы қиындауы. Мен ондай адамды көргенде, жалпы Олжас сен досым ғой, көрген кезде мен Олжасқа өмір сүру қиын екенін түсіндім. Себебін айтайын ба? Себебі өте шыншыл адам. Бірақ бұл басқа күннің тақырыбы, бітпейтін тақырыбы. Өнер әлемінде жүріп әңгімесі жарасқан жұптардың қатарында Беріктің, сосын Дариғаның оқиғасы ғана емес, мына актрисаның тағдыры да мысал бола алады. Всегда говорила всем, что я никогда не выйду замуж ни за режиссера, ни за актера. В итоге, вот, пожалуйста, я вышла за режиссера и продюсера по большой любви. Я енді махаббат туралы айтайықшы. О, махаббат сегіз әріп бір арман. Жарқыраған жұлдыздардың ішінде де махаббаттан бас айналып жүргендер жетерлік. Сүйіктісіне сүрінбей жеткендерге сүйсіне қарайсың, әңгімесін сүйсіне тыңдайсың. Всегда говорила всем, что я никогда не выйду замуж ни за режиссера, ни за актера. В итоге, вот, пожалуйста, я вышла за режиссера и продюсера по большой любви. Бұл актриса Әсел Қалиева. Оны 7-ші арна көрермені Побег из аула сериал арқылы таниды. Мынау сізге. Рахмет. Әдемі гүлдер екен. Иісі де аңқып тұр. Дана, ешбір гүл сіздің сұлулығыңызбен таласа алмайды. Бүгінде ол танымал режиссер Ернар Нұрғалиевтің жары. Күйеуінің барлық картинасына түспесе де, бір фильмінде басты рөлді сомдаған. Слушай, ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалке. А рыба где? Мы не успели поймать. Қыздар, не знаю, что посоветовать. Идите по зову сердца, потому что это единственный правильный вариант, который возможен. Потому что судьба такая непредсказуемая. Жүрекке әмір жүрмейтінін уақытында түсінген актрисаның бақытында шек жоқ. Кино саласының маманына тұрмысқа шықпаймын деп ойлаған Қалиева, енді өзімді басқа адаммен елестете де алмаймын дейді. Я всегда думала, что мой супруг будет не из этой сферы. А сейчас я не представляю вообще другого супруга на его месте. Поэтому, ну, вот могу посоветовать, только идите, вот, жүрекке қарап, по зову сердца. Өмірде де, өнерде де бір адаммен жарасымын тапқан тағы бір адам Аха есімді әнші жігіт. Әлеуметтік желідегі жанкүйерлері Аханың бұл туындыны кімге арнағанын жақсы білет. Ән кейіпкері бүгінде өзінің жары атанып отыр. Біреуі әнші, біреуі блогерден тұратын бұл отбасы қашанда бір-бірін қолдап жүреді, бір-біріне кеңес беріп, сенім сыйлайды. Келіншегім маған жақсы рөлді ойнасаң дейді, добрый адамда. Ал мен керісінше қиын рөлдерді алғым келеді. Мүмкін бір антагонист немесе бір қызық бір персонажды ойнап көргім келеді. Әйелінің осы сөзінен соң Аха кино әлемін жағалап жүр. Режиссерлердің көзіне түссем деген арманы бар. Өзімді сынап көргім келеді кинода. Уже
осы жылдың басынан бастап жақын достарыма да айтып көріп жатырмын. Егерде маған бір сцена болса, егерде мені кинода көріп жатқан болсаңыздар, маған жіберіңіздерші, мүмкін маған мүмкіндік беріңіздер, мен де сахнаға шығып көрейін деп Қазіргі өзгерістер өте мықты. Барлық соңғы көрген киноларымның бәрі, қазақ тілінде көрген киноларымның бәрі көңілден шығып жатыр. Соңғы кинолардың бірі деп айтсам да болады. Мысалы, Заманбекті көрдім да. Бір көз жасымды төгіп алдым деп айтсам да болады. Есенбаев, жақсылық, 1994 жыл. Маматайым-ау, сондай сұлу болған екенсің ғой. Аузыңнан түсіп қалған екен ғой. Братан, өтініш жібере салыңызшы енді. Болмаса мен де встречный заявление жазам. Қойсайшы, брат. Папа дейді. Әншілер актер болғысы кеп жүрсе, актерлардың әншілікке баяғыдан таласы бар. Дариғаның махаббаты очоудың негізгі мамандығы актер, бірақ әнші болып жүргенін білесіздер. Әрине, енді актерлық қой, оққаннан кейін мен өзімді әншімін деп айта алмаймын. Әнші деген ол біз әншейін орындаушы. Әнші деген ол әнші, мысалы Сәкен Майғазиев әнші, Мейрамбек ағамыз әнші. Алайда Мейрамбек те кино түсіремін деп жар салды, жақында сценарист іздеп жүр екен. Бұл басқа күннің әңгімесі, жалғастырайық. Жұбаныш әнші, Димаш әнші, көп қой енді. Мен может көріп отырғандар ренжіп қалуы мүмкін, мен атамады деп. Көп әнші деп айта алатын кісілер. Ал енді мен әншімін деп жүрген кейбір ағаларымыз бар, кейбір бауырларымыз бар. Өзі орындаушы мен әншінің екеуі екі түрлі ғой енді. Шыны керек. Мен өзім әншімін деп айта алмаймын. Әбілмансұр Серіков актер ретінде танылған соң ән жаздырып, клип түсіріп, бір құтырды. Оның жүрегі ешкімді қаламай, оның жүрегіне ешкім байланбай, сен оның артынан қаншама рет жүгірсең де, оның жүрегі сені мүлде қаламай, күнде звондайсың қайда деп, қасына жолағандарын қырып жоям деп, бірақ сен... Алайда актерлардың өздері бұған қатысты былай қорғанды. Енді бірақ кейбір әншімін деп жүрген жігіттердің, замандастарымыздың жанында біздер жоқ дегенде 3 жыл ма 4 жыл вокал оқыдық. Вокалдың В деген әріпін көрмегендер қазір ән айтып звезда болып жүр ғой, шыны керек. Қолынан келсе қонышыңнан бас болып тұр. Сондықтан вокалдан хабары бар актерлардың ән айтқаны 1000 есе артық дейді. Алайда әншілердің кинолаңда жүргенін құптамайды бұл кісілер. Енді бәрібір ол оқыған мен оқымағанның есі киноплощадкада білінеді. Ағаны оқымаған деп жазғырмаңыздаршы. Ол да оқитын еді, мүмкіндігі болмаған. Кезінде оқимын дегенде әкем оқытпай қойған. Сол себепті мен кейін әнші болып кеттім, бірақ қазіргі дәуірде әншілік пен кино бір-біріне ешқандай зиян тигізбейді, керісінше бір-біріне поддержка береді, қолдау көрсетеді, мына жағына да сол секілді. Мысалы, оқымаған актерлар деп айтып бөліп тастауға да болмайды, оның ішінде тума таланттар да бар. Бірақ оқымаған жігіттер, қыздар, мысалы, қазір киноға түсіп жүргендер киноға түсе алу мүмкін, но бірақ театрда ойнай алмайды. 1000 жерден тума талант болса да театрда ойнау мүмкін емес. Енді бір 1000-нан 2000-нан біреу мүмкін ойнауы. Мысалы үшін кезінде Бекжан Тұрсағаның баласы Мағжан ойнады ғой, бала кезінде. Мен биыл үйлене алсам қалай болар екен деп ойлап отырмын. Үйлену биыл? Бауырым, тым ертерек емес пе? Келін қай жақтан? Көрші көшедегі Тоқашбайдың үлкен қызы. Қалай өзі? Әдемі ма? Міне, біздің ауданда ондай сұлу, ондай әдемі қыз жоқ. Жасы нешеде? Семен жасты ма? Мен жасты мұрынбоқтарды қайтем. Одан да ақылы кірген, миы көп, үлкен қыздар жақсы. Шырағым, ол жасы нешеде ол қыздың? 18-де.
қазір енді ол профессионалды актер ғой. Сол бала кезінде ойнады Мағжан. Сол сияқты бір әкесінің, анасының, мысалы Әбу Насыр ағамыздың баласы Мансұр ойнады. Аспирантураны мүлдем ұмытысым елек. Күндізде, түнде де сені іздедім. Кімсің сен? Рокеров из Англии, которые называют себя букашками. Бірде барсың, бірде жоқ. Да, будете братство. Түнімде танымдай маған келесің. Сондай бір нұсқауымен, әкесінің анасының нұсқауымен ойнау мүмкін. Бірақ театр ол кино емес қой. Кинода мысалы болмай қалса, стоп, еще раз, стоп, еще раз, дубль деп жатады. Енді кино кішкене оңайырақ болу мүмкін. Мынау қазір бәрі актер болып кетті ғой, шыны керекше. Бірдеңені түсіреді, үйтеді, бүйтеді, Инстаграм, ТикТокқа шығады, бәрі әртіс әйтеуір. Айтуынша оқымаған актерлар тек комедия жанрында рөл ойнауға жарамды. Керемет деп ойлаймын, мысалы драма актерлары, мысалы Еркебұлан бар, мысалы Асандар бар. Керемет қой енді, шыны керек, театрды да, киноны да алып жүр. Вот нағыз профессионалды актерлар солар енді, мысалы Дулға ағамыз. Ал енді актерский оқымағандар деп айтып жатсыз ғой енді. Олар комедияда ойнап жүрген шығар. Бірақ драмаға келген кезде, кәдімгі серьезный бір киноға келген кезде ойнайды деп айта алмаймын. Сонда комедия жанрын оқымағандар алып жүр дегісі келді ме Ерболаттың? Комедия патшалары бұған не дер екен? Комедиялық актерлардың бір табан халыққа жақын тұратыны бар. Одан кейін ол комедия өлмейді ол. Комедия өлген кезде, ол комедия сұранысқа ие болмаған кезде, ол уже бізді бұл заман болмайды, ол басқа заман. Әзіл арзанды салады. Өйткені ол бәрі айтып жатыр, айта салайыншы деп бәріміз айта саламыз. Ана негізінде онда ештеңе жоқ. Бізде қазір не қымбат? Айтыңызшы. Драма қымбат па қазір? Мақұл комедияны алып тастайық, драма да қымбат емес. Бізде любой кез келген драма сценарийлерін қарасаңыз бір қымбат ештеңе көп тұрған жоқпыз. Немесе басқа жанрлардың эстрадамыз да бір қымбат болып тұрған жоқ қатты. Бізде тек баға қымбат, штраф қымбат, басқа ештеңе қымбат емес. Қандай жанр болса да, қандай актер ойнаса да, бастысы кино саласының дамып жатқаны қуантады дейді драма актерларының өздері. Конечно, казахская киноиндустрия идет вверх, потому что у нас много появилось современных, продвинутых режиссеров и продюсеров, которые уже отучились, у которых есть крутые идеи, которые болеют за казахстанский кинематограф и стараются сделать его современней. Поэтому я очень горжусь, какими шагами мы идем вперед. Как много новых лиц появилось, новых профессионалов в этой сфере. Поэтому Құдай қаласа, через 5 лет будет еще круче. Әншілер мен актерлар бір өнерді бөлісе алмай жүргенде той бизнес тоқырап кетіпті. Толығырақ аңдатпадан кейін. Алда көретіндеріңіз, той бизнес тоқырап кеткен бе? Әрине, қазақтың тойы ешқашан бітпесін, той болсын, әр әулетте шаңырақта. Бұдан бір 2 жыл бұрынғы карантиннің уақытында арасында көп жағдай әлсіреді. Кейбірі құлдырады. Тоқыраған той бизнесті орнына қоям дейді Шыман апа. Шыман event той дегенше, сол мен емес, бірақ енді бауырларым менің той саласын жүрген, ерке осындай ашайықшы деді. Жарайды, ашыңдар деді. Бауырларым менің той саласын жүрген, ерке осындай ашайықшы деді. Жарайды, ашыңдар деді. Ашып, соны қазір қолға алып жатыр. Сондай бір той ұйымдастыратын орталық ашып жатыр. Шыман event той дегенше. Шыман апаның образымен танылған Ерболат Төлеген тойды бизнеске айналдырмақ. Кезінде осы образды ол аш қалмау үшін ойлап тапқанмын дейді. Соның бәрі студент кезде, бір жатқан кезде, общежитияда, жатақханада, соны бір тойға шығайық, әжемен ата болып ойнайық. Ең бастысы ата-анадан ақша сұрамау, өз күніңді өзің көру деген нәрсеге үйрену бол. Енді міне сол Шыман апаны Ерболаттан бөліп жару мүмкін емес. Тіпті керісінше Шыманды халық көбірек танитын сияқты Ерболатқа қарағанда. Келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимаратты, көргетесің сенеміз.
Шүмәннің жаңа орталық ашқалы жатқанын әріптестері құптайды ғой әрине. Дегенмен дәл қазіргі таңда той бизнес табыс көзі бола алмай тұрғаны Ерболатқа кедергі келтіруі мүмкін дейді. Одан 1-2 жыл бұрынғы карантиннің уақытында расында көп жағдай әлсіреді, кейбірі құлдырады. Әртістер бұған қуанбаса өкінбейді, себебі тойдың тоқырауға кеткенінің арқасында бұл кісілер шығармашылыққа ден қойған өнерлерін шыңдаған. Творчествоңды жүзеге асыру үшін белгілі бір мезетте айтады ғой, зона комфортадан шығу керек. Өнеймен тоймен жүре беретін болсаң да, өзіңнің творчествоң қалып қояды. Жылдың басын расында өте жақсы бастадық, себебі былтырғы жылда мен 50 жаспен аяқтаған болатынмын. Биылғы жылды ән сапарлармен бастадық. Ал ары қарай енді ол әрине ізденіс, әндер жазу, ән табу деген бір үлкен жұмыстың бірі. Себебі табиғатыңа сай, халықтың сұранысына сай ән табу оңай шаруаға жатпайды. Сондықтан да бұл уақытта, бұл жұмыста біраз уақыт алатын мәселе. Той айналайын апатайма, алып бәрекелді. Сәтбек айтатын бір-екі сөзім бар еді, айналайын. Сендей ұлды туған анадан, дала туған өзгеден алтын дара. Алдында халқымыздың томпаң қағып жүре бердің, өмір бақи аман есен алыстан келдім сен іздеп. Мына сыйлығым анаңа, ауыз ашар. Міне, мынау 50 жыл болды кеткеніме бұл төркінім ыстық. Сәтбек келеді деп жәрім ашын. Рахмет. Міне, бол. Майып жасаймыз қазір шыда батай. Аман болыңыз. Барған жерде халықтың ықыласы, құрмет қошеметі шексіз, оған дән ризамын. Орталық ашамын деген ойға дейін Ерболаттың да жоспарлары бартын. Әзірге шет жағасын ғана ашты. Көздеріңіз тиет дейді. Жақында бір сериал түсіріп қаламыз ютубқа. Көп енді жоспар, шыны керек бәрін сайрап айтып қойып ертең болмай қалып жатса, кішкене ұят болып қалар ма? Сондықтан бір кездері әлеуметтік желідегі парақшасына бар күшін салған Ерболат енді негізгі мамандығы үшін жұмыс істемек. Блогер деген менің ойымша бір мамандық емес сияқты. Мысалы, асаба дейді да, мысалы тамада дейді. Тамада да бір мамандық емес. Ол бір жай, блогер екеуі бірдей деп ойлаймын. Бір мамандық иесі деп айта алмаймын, оны өйткені себебі бір қосымша табыстардың түрі ғой енді, шыны керек. Енді блогерден қарағанда мен негізі енді 4 жыл оқыған, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын бітірдім. Актер мамандығын, актер драма и кино дегенді. Веб-сериал түсіріп болған соң орталыққа кіріседі. Жалпы той бизнес өкілдерінің тойдан әлі үміттері зор. Біз қазақ өзі айтады ғой, 40 күн тойын, 30 күн ойын дейді. Біздің той енді ешқашан үзілмейді. Өйткені біздің қазақтың ниеті өзі той жасау, әулетте қуаныш жасау, ол ешқашан тыйылмайды. Қайтадан өзінің бұрынғы деңгейіне келе жатыр десем қателеспеймін. Себебі қайтадан әртістерге де, әншілерге де, жалпы тойханаларда, сол саланы жүргізіп отқан кәсіпкерлерге де бәріне жұмыс болып жатыр деп айтуға болады. Қоштасып жанарланы жағып қола, жұбатты еп ақ жеңге уақыт тұрып, көрмесін көңілді алшынында, сенен гөрі мен екем бақыттыра. Көрмесін көңілді алшынында, сенен гөрі мен екем бақыттыра. Әрине, қазақтың тойы ешқашан бітпесін, той болсын, әр әулетте шаңырақта. Қазақтың тойы да, әзілі де, киносы да бітпесін. Ал жарқыраған жұлдыздар өзара дауласа бермей, Дайрабайдың көк сиырын тезірек бөлісіп алса дейміз.